алакоржундар, микробтар. Оқушылар, тынышталыңдар. Жақсылап тыңдаңдар, әйтпесе үй тапсырмасын екесе көп берем. Осыны айтқызбаса болмайды. Жарайды. Мынау не, кім айтады? Сказ ба? Аха, өте күлкілі, Элвин. Өте күлкілі. Әзілден алдыңа жан салмайсың. Смит ханым, бұл коронавирусқа ұқсайды. Дұрыс айтасың. Ал енді назар аударыңдар. Тұмаурататын мезгіл жақын. Бұл мезгілді жақсы көрем. Балалар, сендер сыныпта отырып алып түшкіріп жөтелесіңдер. Сондықтан, мұндай жағдайдың алдын алып, көмектесу үшін бүгін сабағымызға ерекше бір қонақ келді. Қарсы алыңдар. Микроб Джерри. Ха! Микроб Джерри. Қайырлы күн, балалар. Қайырлы күн. Айтыңдаршы, қазір үстелдеріңнің үстінде не бар? Қағаз ба? Сағыз ба? Иә, айтқандарың дұрыс. Алайда, сонымен қатар үстелдерің толға микроб. Миллиондаған микробтар. Микробтар? Олар онда сағаттап өмір сүреді. Микробтар біздің денемізге ауыз, мұрын және көз арқылы енуі мүмкін. Ал біз оны тіпті байқамай қаламыз. Иә, естеріңде болсын. Дәретханадағы суды ағызған кезде көрінбейтін бұлт сияқты микробтар 3 метр биіктікке гейзер сияқты көтеріледі. Микробтар көптеген ауруды қоздырады. Тұмаудан бастап обаға дейін. Оба? Олар өте кішкентай, біз оларды жай көзбен көре алмаймыз, бірақ олар кез келген жерде болады. Сондықтан үйде тазалық сақтау өте маңызды. Қолдарыңды үнемі сабындап жуып жүріңдер, балалар. Олар өте қауіпті. Рахмет, Джерри. Оқас жоқ, Бернис. Маған тиді ме? Не дейсің? Достар, есік жабылып қалмай тұрғанда дереу есікке қарай жүгіріңдер. Есік ұстаушы болмаңдар. Болыңдар, қазір жабылып қалады. Ай, түшкірген кезде тамшылары шашырап тиіп кеткен сияқты. Бір түрлі. Театр қойсаңшы. Шынымен микробтарды ойлап, содан қорқып келесің бе? Джерри деген ағы сайқымазақтың өзі ғой. Неге қорғасың? Иә, білмеймін. Сондай жайсызданып келем. Мә, Теодор, су ішіп ал. Тоқтай тұр. Салдың ба? Жоқ. Сенің микробтарың аузыма кіріп кетті. Тыңда, Теодор, мен ауырған жоқпын. Иә. Оны өзіңнің микробтарың айт. Тілім жасыл ма? Жоқ, қызыл сары. Жоқ. Теодор, бекерге қорықпа, жарай ма? Элвин жай әзілдеп айтып тұр. Ой, әзілдейтін уақыт емес, бірдеңе ойластыру керек. Бізді тоқтата алмайсыңдар. Біз барлық жердеміз, барлық жерде. Жақсы, алдымен үйдің ішін тазартуымыз керек. Дәретхананың суын ағызбаңдар. Бауырлар, онда микроб гейзері бар. Бізді қуалмайсың. Не? Ой, микробтар қандай көбет. Бұл кім? Егер алып микроб болсаң, онда мен үйде жоқпын. Теодор, бұл мен ғой. Мен Дейвпін. Сен оба емессің бе? Жоқ, Теодор, мен Дейвпін. Жай ғана есікті ашсаң болды. Теодор, мұның не? Бөлмеден тура ауруханадағыдай иіс шығып тұр. Дейв, олар барлық жерде. Оларың кім? Микробтар. Олардан құтылу керек, әйтпесе бізді тірідей жек қояды. Дұрыс айтасың. Біз сені тауып аламыз.
Ey Теодор, тездет. Сабаққа кешігесің. Жүретін жолың таза. О, сәлеметсіз бе, Миллер ханым? Кешіріңіз, сізді микроб деп ойлап қалдым. Кешір, Дейв, қазір көлікке отырам. Әуелі мына жерден тұрайын. Қазір тұрайын. Бұған енді көзіме қарауға болмайды. Келсем, сонда Теодорға не істеуге болады? О, таптым! Дейв! Не болды? Отыр, Дейв. Дәл қазір шұғыл кеңес өткізуіміз керек. Теодордың қорқынышын бірден істемесек болмайды. Шұғыл түрде. Бұларың енді артық балақайлар. Алаңдайтын ештеңе жоқ. Көресіңдер, бірер сағаттан кейін өзақ тоқаштарды қолмен ұстап жейтін болар. Теодор Севилге сәлемдеме келді. Бұл не нәрсе? Тиіспе, Дейв, бұл менің жаңа үйім. Немене, үй дейсің бе? Иә, әзірше осы үйде тұратын болам. Білесің бе, Дейв, ол зарарсызданған. Мұнда бірде-бір микроб кіре алмайды. Оны қайда қоясың? Жоқ, оған тиіспе. Ұстама, тигізбе қолыңда. Теодор, жетер енді. Меніңше сен өзім кіргізем, қолымнан келеді. Тоқашты өз қолына ұстап жеме. Теодор, үйге жүре ғой. Кешкі ас ішеміз. Үйдің ішін жинадық. Теодор, мынаның ішіне шық. Жоқ, рахмет, Дейв. Қатырылған, микробтардан тазартылған тағамдар жеп алғанмын. Микробтардан тазартылған тамақтар? Жарайды, жақсы. Сонда қай жерде ұйықтайсың? Осы жерде. Мұнда жатқанын қайсы сияқты ғой. Жоқ, ештеңе етпейді. Теодор, өтінем, үйге жүрсеңші. Жоқ, тік етпейді, рас айтам. Бұл жерде маған ешқандай қауіп жоқ. Жарайды, онда қайырлы түн. Қайырлы түн. Дейв, қалай ойлайсың? Ештеңе болмай ма? Иә, солай деп ойлаймын. Енді бәрі жақсы болатын шығар, кім білет. Мүмкін ол жерде жатқанын қайсыз болып, ойынан айнайтын шығар. Қалай ойлайсың, а? Сәлем, Дейв. Сәлем, Теодор. Мен таңғы ас әзірледім. Берге, Теодор. Елвин, Саймон, микробтар, олар Дейвті жаулап ал. Бізді де жаулап ал, бізді де. Көмектесіңдер. Сәлем, Теодор. Достар, ол жоқ. Теодор жоғалып кетті. Ол қайда кетті? Олар мені ұстап алды. Теодор, келдің бе? Микробтар. Олар мені ұрлап әкетіп, қоқыс жәшігіне апарды. Түрім жасыл емес пе? Енді қанша уақытым қалды екен? Теодор, қорықпа, ештеңе болған жоқ. Теодор, ешқандай да жасыл емессің. Бәрі бұрынғыдай. Жарайды, бұлай аздаған жасыл бар. Білесің бе, үстіңе жақсылап су құйсақ бәрі қалпына келеді. Қоқыс жәшігінен аман-есен келген болсаң, онда микробтар сен үшін мүлде қорқынышты емес шығар. Өте орынды айтылған сөз, Теодор. Білесің бе, барлық микробтарды жаман деуге болмайды. Кейбіреулері тыныс алатын оттегіні жасайды. Біздің иммундық жүйені қалыптастыруға көмектеседі. Шын мәнінде бізге өмір сүру үшін және деніміз сау болу үшін микробтар ауадай қажет. Яғни микробтар шын мәнінде бізге дос па? Солай ма? Иә, солай деуге болады. Бұлайша айтқанда олардың кейбіреуі әрине. Сәлем, Теодор. Бізбен дос боласың ба? Иә, естідің бе, Тедди? Біздің үстімізде кішкентай достарымыз бар. Рахмет, достар. Үйге оралған қандай жақсы. Не істеп жатырсың? Бәріңді құшақтағым келеді. Жоқ!
фильмді қазақ тіліне аударған Қазақстан ұлттық телеарнасы 2019 жыл.